Баршаңызға сәлем. Құрамы 3-ақ ингредиенттен тұратын үй жағдайында сыр жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сүтімізді отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Сүт қайнағанға дейін қаймақ пен жұмыртқаны араластырып, қосатын қоспамызды дайындаймыз. Бізге керегі қаймақ және де жұмыртқа барлығын толық біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осындай масса пайда болу керек бізде. Отта тұрған сүтіміз осылай қайнай бастағанда, жұмыртқа мен қаймақты массамызды қосып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластыра отырып, қайнағанын күтеміз. Сонымен қатар достар, менің каналыма жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Осы сырдың толық рецебін видеоның астындағы описание бөліміне қалдырып кетемін. Біздің қоспамыздың дайын болғандығын осылай көре аламыз, яғни осылай ұстаған кезде үлкен-үлкен түйіршіктер пайда болады және де сары су бөліне бастайды. Сары суы анық бөлінген кезде оттан аламыз. Осылай сары суы бөлініп дайын болған массамызды оттан алып, жеке ыдысқа бетіне сүзгіш қойдым және де оның бетіне марлені қабаттап салдым. Осы жерге сүзіп аламыз, сары суын бөлеге алып, қалған ақ сыр қоспасын өзіміз формамызды беретін ыдысқа қойып, жақсылап бөлме температурасында суытып аламыз. Толық суығаннан кейін ұсынамыз. Міне бізде осындай әдемі сыр пайда болды. Жегенге өте нәзік, бір жасағаннан шықты, құрамы да оңай, жасап көріңіздер. Нағыз кальцийдің қайнар көзі деп айтуға болады. Балаларыңызға да жасап берсеңіздер, таңғы асқа өте таптырмас тағам болып саналады. Маған өте ұнады, жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет, ас болсын.